Қыздар, сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен бірге хачапури дайындайтын боламыз. Бір жасағаннан керемет, өте дәмді болып шығады, және бұның бір ерекшелігі бар. Видеоның соңына дейін қараңыздар, міндетті түрде көресіздер. Ол үшін біз ең алдымен ыдысымызға ұнымызды салып, оның үстіне шекеріміз бен қантымызды салып, және қаймағымызды, жұмыртқамызды, ерітілген сармайымызды және дрожжымызды салып, үстіне жылы су құйып қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды осындай жұп-жұмсақ қылып, бір келкетіп илеп, бетін жауып, жарты сағат 40 минутқа қалдырып қоямыз. Және осылай қамырымыз көтерілгеннен кейін оны алып, екі бөлікке бөліп, жұқа етіп, бір келкетіп жайып шығамыз. Қамырымыз өте жұмсақ болып шығады, керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және қамырымызды осылай бір тегіс қылып жайып болған соң, екі шетіне, екі жағына үгітілген ірімшігімізді салып, екі жағын жаямыз. Және оның үстіне құпия ингредиентіміз шұжық саламыз. Мен балаларым осылай шұжықпен жеген жақсы көреді. Сол үшін өте керемет болып шығады. Жасап көріңіздер. Осылай екі шетін ораймыз. Формасына келтіреміз. Хачапуридің формасына келтіріп, екі жағын бір келкетіп орап, табамызға саламыз. Және үгітіліп қалған ірімшігімізді осылай ортасына салып, бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, 200 градуста 20-25 минут қыздырып аламыз. Және осылай беті қызғаннан кейін пешімізден шығарып, бетіне 2 жұмыртқамызды салып, қайтадан пешке 5-10 минутқа салып аламыз. Жасап көріңіздер. Ұнаса каналыма тіркеліп лайк басыңыздар.